Let's go. Ассалаумағалейкум құрметті достар. Күн энергиясы деген не? Оның қандай пайдасы бар? Қазақстанға керек пе? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Жер шарында пайдалы қазбалардың түрі өте көп, бірақ олар мүлдем сарқылмайды деген сөз емес. Әсіресе бүгінде отынның таптырмайтын түрлері, мұнай мен газдың қоры жыл санап кему үстінде. Ғалымдарымыздың жуықтаған есептеулері бойынша, қазіргі қарқынды тұтыну екпіні жалғаса берсе, табиғаттағы газ қоры шамамен 50 жылға, мұнай қоры 40-50 жылға ғана жететін сияқты. Сондықтан энергияны үнемді қолдана отырып, онымен тікелей бәсекеге түсе алатын басқа да энергия түрлерін, атом, су, жел, күн, тағы басқа энергияларды пайдаланудың маңызы өте зор. Аталғандардың ішінде энергияның қосымша көзінің бірі күн энергетикасы. Күн энергетикасы дегеніміз дәстүрлі емес энергетика бағыттарының бірі. Ол күннің сәулеленуін пайдаланып, қандай да бір түрдегі энергияны алуға негізделген. Күн энергетикасы энергия көзінің сарқылмайтын түрі болып табылады, әрі экологиялық жағынан да еш зияны жоқ. Күннің сәулеленуі жердің энергия көзінің негізгі түрі. Оның қуаттылығы күн тұрақтысымен анықталатындығы белгілі. Күн тұрақтысы күн сәулесіне перпендикуляр болатын, бірлік ауданнан бірлік уақыт ішінде өтетін күннің сәуле шығару ағыны. Бір астрономиялық бірлік қашықтығында жер орбитасында күн тұрақтысы шамамен 1370 вольт метр квадратқа тең. Жер атмосферасынан өткен кезде күн сәулеленуі шамамен 370 вольт метр квадрат энергияны жоғалтады. Осыдан жерге тек 1000 вольт метр квадратқа тең энергия ғана келіп түседі. Бұл келіп түскен энергия әртүрлі табиғи және жасанды процестерде қолданылады. Күн сәулесі арқылы тікелей жылытуға немесе фотоэлементтер көмегімен энергияны қайта өңдеу арқылы электр энергиясын алуға не басқа да пайдалы жұмыстарды атқаруға болады. Шындығында қазіргі заманда электр энергиясынсыз мүлдем елестету қиын. Сол себепті де электр энергияны алудың шығыны аз, экологиялық таза көздерін табу бүгінгі күннің негізгі мәселесіне айналып отыр. Әлем бойынша электр энергиясын ең көп өндіретін елдерге Америка Құрама Штаттары, Қытай жатады. Бұл елдерде электр энергиясының өндірісі әлемдік өндірістің 20%-ын құрайды. Соңғы кездері экологиялық проблемалар, пайдалы қазбалардың жетіспеушілігі және оның географиялық біркелкі емес таралуы салдарынан электр энергиясын өндіру, жел энергетикалық құрылғыларды, күн батареяларын, газ генераторларын пайдалану арқылы жүзеге аса бастады. Жалпы алғанда күн сәулеленуінен электр энергиясымен жылу алудың бірнеше әдістері бар. Олар: бірінші, электр энергиясын фотоэлементтер көмегімен алу. Екінші, күн энергиясын жылу машиналарының көмегі арқылы электр энергиясына айналдыру. Жылу машиналарының түрлері поршендік немесе турбиналық бу машиналары, стирлинг қозғалтқышы. Үшінші, гелиотермальдық энергетика. Күн сәулелерін жұтатын беттің қызуы мен жылудың таралуы және қолданылуы. Төртінші, термоәуелік электр станциялары. Күн энергиясының турбогенератор арқылы бағытталып отыратын ауа ағыны энергиясына айналуы. Бесінші, күн аэростаттық электр станциялары. Аэростат баллоны ішіндегі су буының аэростат бетіндегі күн сәулесі қызуы салдарынан—
Күн энергиясын электр энергиясына айналдыратын қондырғылардың бірі күн батареялары. Күн батареясы немесе фотоэлектрлік генератор күн сәулесінің энергиясын электр энергиясына айналдыратын шала өткізгішті фотоэлектрлік түрлендіргіштен тұратын ток көзі. Көптеген тізбектей параллель қосылған фотоэлектрлік түрлендіргіштен күн батареясын қажетті кернеу және ток күшімен қамтамасыз етеді. Жеке фотоэлектрлі түрлендіргіштің электр қозғаушы күші 0,5-0,155 вольтқа тең және ол оның ауданына тәуелсіз. 1 см квадрат ауданға келетін қысқа тұйықталу тогының шамасы 35-40. Күн батареясындағы ток шамасы оның жарықтану жағдайына байланысты. Яғни күн сәулелері күн батареясы бетіне перпендикуляр түскенде ол ең үлкен мәніне жетеді. Қазіргі күн батареяларының пайдалы әсер коэффициенті 8-10% болса, олай болса 1 метр квадрат ауданға тең келетін қуат шамамен 130 вольтқа тең. Температура жоғарылаған сайын 25 градустан жоғары фотоэлектрлендіруші түрлендіргіштегі кернеудің төмендеуіне байланысты күн батареясының пайдалы әсер коэффициенті кеміп, күн батареяларының жиынтық қуаты ондаған, тіпті жүздеген киловольтқа жетеді. Күн батареяларының өлшемдері әртүрлі болады. Мысалы, микрокалькуляторда орнатылғандарынан бастап, ғимараттар шатырлары мен автокөліктер төбелеріне орнатылатындарына дейінгі өлшемдерде. Сондай-ақ күн батареялары ғарыш кемелері мен аппараттарында энергиямен жабдықтау жүйесіндегі негізгі электр энергиясының көзі ретінде қолданылады. Ал тұрмыс пен техникада қолданылатын көптеген бұйымдарда калькулятор, қол сағаты, плеер, фонарь, тағы басқа токпен қоректендіру көзі де күн батареялары болып табылатындығы бәрімізге белгілі. Үлкен өлшемді күн батареялары, күн коллекторлары сияқты тропикалық және субтропикалық аймақтарда бүгінде кеңінен қолданылуда. Әсіресе әдістің осы түрі жерорта теңізі елдерінде көп тараған. Бұл елдерде күн батареяларын үй шатырларына орналастырады. Ал Испанияда 2007 жылдың наурыз айынан бастап жаңадан салынған үйлер күн су жылытқыштарымен жабдықтала бастады. Ол ыстық суға деген сұранысты 30%-дан бастап 70%-ға дейін қамтамасыз ете алады. Жылма-жыл күн батареяларының түрлері жаңа технологиялық тұрғыдан жетілдіріліп, толықтырыла түсуде. Соңғы уақытта Санта-Барбарадағы Калифорния университетінің полимерлер және органикалық қатты бөлшектер орталығының мүшесі, Нобель сыйлығының лауреаты Алан Хигер мен Гванчжудағы Корей ғылым және технологиялық институтының ғылыми қызметкері Кван Хе Ли мен олардың әріптестері тандемдік полимерлік күн батареяларын жасап шығарды. Жаңа батареялар авторлары спектрдің кеңірек диапазонын қолдану үшін жұтылу сипаттамалары әртүрлі екі фотоэлектрлік ұяшықтарды бір бүтінге жалғастырды. Нәтижесінде батареяның пайдалы әсер коэффициенті 6,5%-ға тең болды. Күн батареясының бұл түрі өзінің арзандылығы және оны жасаудағы қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Фотоэлементтің күн батареялары сияқты фотондар энергиясын электр энергиясына айналдыратын электрондық құрал екендігі аян. Сыртқы фотоэффект құбылысына негізделген ең алғашқы фотоэлемент физика ілімінде 19 ғасырдың аяғында пайда болды. Оны белгілі орыс ғалымы Александр Столетов жасап шығарған. Өндірістік масштабтардағы фотоэлементтердің пайдалы әсер коэффициенті орташа есеппен 16% болса, ең жақсы үлгілердікі 25%, ал лабораториялық жағдайларда 43,5%-ға дейін жетеді. Фотоэлементтің жұмыс істеу принципі металдан, калий, барий не жартылай өткізгіштен жасалған электродтың фотокатод бетіне электромагнит сәуле түсіргенде фотоэффект құбылысының пайда болуына негізделген. Фотоэлементтің сыртқы фотоэффект және ішкі фотоэффект құбылыстарына негізделіп жасалған түрлері бар. Мысалы, сыртқы фотоэффектіге негізделген электровакуумды фотоэлемент болса, ішкі фотоэффектіге вентильді жартылай өткізгішті, жаппалы қабатты фотоэлемент түрлері негізделіп жасалған.
Соның ішінде жартылай өткізгішті кремний кристаллынан жасалған фотоэлементтер ғарыштық ұшу аппаратының қоректендіру көзі ретінде радиациялық құбылыстарды зерттеуде тағы басқа жағдайларда да пайдаланылады. Сондай-ақ бүгінгі кезде фотоэлементтерді әртүрлі көлік түрлеріне, қайықтарға, электромобильдерге, гибридті автокөліктерге, ұшақтарға, дирижабльдерге, тағы басқаларға орнату мүмкіндігі бар. Италия мен Жапония сияқты мемлекеттерде фотоэлементтерді темір жол пойыздарының шатырына орналастырады. Соның ішінде SolarTech LLC компаниясы Toyota Prius гибридті автокөлігінің шатырына орналастыруға арналған жұқа қабыршақты фотоэлементтерді сатумен айналысады. Жұқа қабыршақты фотоэлементтердің қалыңдығы 0,6 мм ғана болғандықтан, ол автокөліктің аэродинамикасына еш әсерін тигізбейді. Күн батареялары мен фотоэлементтерден бөлек, күн энергиясын электр энергиясына айналдыратын адамзат ойлап тапқан құрылғыларға күн коллекторлары, күн электростанциялары, гелио жүйелер және тағы басқалары жатады. Жоғарыда келтірілген мысалдардан біз адамзат үшін күн энергетикасының ауадай қажет екенін түсінеміз. Күн энергиясын пайдаланудың өзіндік артықшылықтарымен қатар кемшіліктері де бар. Атап айтсақ, артықшылықтары. Бірінші, күн энергиясы бәріне бірдей қолжетімді. Ол сарқылмайды. Үшінші, қоршаған ортаға қауіпсіз. Кемшіліктері: ауа райы мен тәуліктің уақытына тәуелді, күн энергиясын алу үшін қолданылатын құрылғылардың қымбаттылығы, оны шағылдыратын бетті периодты түрде тазалап отыру қажет, электр станциясының жанында атмосфера ысып кетеді, энергияны аккумуляциялау қажет. Соған қарамастан күн энергетикасына деген сұраныстар жыл сайын артып келеді. Әр елдің ғалымдары осы қосымша энергия түріне ерекше мән беріп, оны дамыту жолдарын қарастырумен айналысуда. Осыған орай күн энергиясын электр энергиясына айналдыратын құрылғыларды пайдалану деңгейі жылдан жылға өсіп келеді. Мысалы, 2005 жылы жұқа қабыршақты фотоэлементтер нарықтың 6%-ын құраса, 2006 жылы бұл көрсеткіш 7%-ға жетті. Ал 2007 жылы 8%-ға, 2009 жылы 16,8%-ға дейін өсті. Яғни, 1999 жылдан 2006 жылға дейін жұқа қабыршақты фотоэлементтер өндірісі жыл сайын орташа есеппен 80%-ға өсіп отыр. Ал күн энергиясының Еуропа елдерінде қолданылуына шолу жасасақ, 2010 жылы Германияда электр энергиясының 2%-ы фотоэлектрлік құрылғылардан алынса, Испанияда бұл көрсеткіш 2,7%-ды құрайды. Күн энергиясын күнделікті тұрмыста кеңінен пайдалану бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Әсіресе бұл мәселенің түбегейлі шешілуі қазіргі уақытта дүние жүзінде мұнай мен газ секілді отынның күннен күнге қымбаттауынан туындап отырған негізгі проблемалардың толықтай шешімін табарына өз септігін тигізері сөзсіз. Себебі осыдан 50 жылдай бұрын американдық ғалым Кинг Хуббертс айтқандай, мұнай тек оны өндіруге кеткен электр энергиясы одан өндірілетін электр энергиясынан аз болған кезге дейін ғана электр энергиясының негізгі көзі ретінде саналады. Ал бұдан кейін мұнай өндіру оның бағасына қарамастан тоқтатылады. Ғалымдарымызға бұл тұжырым Кинг Хуббертстің заңы деген атпен белгілі. Көмірсутекті өнімдердің өте көп өндірілу климаттың өзгеруіне, жылыжайлы эффектінің қалыптасуына әкелетіні шындық. Аталған жайттар жер шарының көптеген аймақтарында қазірдің өзінде ақ байқалып отыр. Сондықтан да дүние жүзі ғалымдары бұл тығырықтан шығудың жолдарын ғылыми тәжірибелік тұрғыдан қарастыруда. Қазақстан Республикасы ұлттық инженерлік академиясының академигі Надир Надиров пікіріне сүйенер болсақ, күн энергетикасы көмегімен адамзатқа төніп тұрған аталған қауіптен құтылуға болады. Осымен байланысты Қазақстан Республикасында дүние жүзіндегі озық тәжірибелерді пайдалана отырып, мемлекет тарапынан электр энергиясын мұнай мен газға альтернативті энергетика ретінде күн энергиясынан алуға баса назар аударылып отыр. Қорыта келе айтарымыз, күн энергиясын өз мақсатымыз үшін пайдаланудың болашағы зор. Ғалымдардың болжауынша 2050 жылға қарай күн энергиясы адамзаттың электр энергиясына деген
20-25%-дай қажеттілігін өтей алады. Сол сияқты халықаралық энергетикалық агенттіктің мәліметі бойынша 40 жылдан кейін күн энергетикасы көмегімен атмосфераға көмірқышқыл газының түсуін жылына 6 миллиард тоннаға дейін қысқартуға болады екен. Осындай тұжырымдар негізінде күннен өндірілетін энергияның адамзат үшін сарқылмайтын байлық екендігіне әбден көз жеткізуге болады деп ойлаймыз. Егер видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, астына күн энергиясы жайлы және оның Қазақстандағы болашағы жайлы өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Ернар, қазақтың блогері. Арнаға жазылуды да ұмытпаңыздар, достар.